Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі сабағымыз 8-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәніне арналған 4-ші тоқсандағы 4-ші бөлімнің 4-ші сабағы. Бөліміміздің тақырыбы қиял мен шындық. Сабағымыздың тақырыбы қара шүй. Сабақтағы оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Бағалау критерийі көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейді. Жақсы балалар, біз өткен сабақта сіздермен Тахауи Ахтановтың күй аңызы әңгімесімен таныс болған болатынбыз. Ендеше сол тақырыбымызды пысықтау мақсатында сіздерден дискуссиялық сұрақтар әдісі арқылы үй жұмысын тексергім келіп тұр. Сіздер айтылған сұрақтарға я жоқ жауабын беріп отырасыздар. Күй аңызы әңгімесінің авторы Тахауи Ахтанов. Тахауи Ахтанов жазушы. Күй аңызы әңгімесі соғыс туралы. Естеміз күйші. Күй аңызы әңгімесі өнер туралы сыр шертеді. Оразымбет естемістің ұстазы. Жақсы балалар, сіздер бұл тапсырмаға 100% жауап берді деген сенімдемін. Енді олай болса әрі қарай біз күй аңызы әңгімесінің қара шүй бөліміменен таныс болайық. Барлықтарымыз кітабымызды ашып, осы бөлімді оқып шығамыз. Балалар, сіздер осы бөлімді оқып шыққан болсаңыздар, сіздерге түсініксіздеу деген сөздердің топтамасын көрсеттім. Әудем жер. Аса қашық емес тиіп тұрған жер деген мағынаны білдіреді. Түңдік. Киіз үйдің шаңырағына жабылатын 4 баулы киіз. Жұпыны. Көзге қораш тозығы біткен әзер тұрған баспана. Жұт. Ауа райының аса қолайсыз құбылыстары салдарынан белгілі бір аймақ тұрғындарының экономикалық күйзеліске ұшырауы. Жақсы балалар, бұл бөлімді жақсылап оқып шыққан болсақ, әрі қарай тапсырма орындауға көшейік. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға ауызша жауап береміз. Шығарма кейіпкерлерін ата. Қыз бала неліктен қаймықпай жолаушылардың аттарын белдеуге байлады? Неліктен шал жолаушыларға сусын ұсына алмады? Неліктен естеміз күйші жаңылға көз тастай берді? Осы сұрақтарға тез-тез жауап берейік. Жарайсыздар балалар, тамаша жауап бердіңіздер. Олай болса балалар, әрі қарай біздер сабағымыздың мақсатында айтып өткеніміздей, мінездеу, тура мінездеу, жанама мінездеулерді анықтауымыз керек. Ол үшін мінездеу дегеніміз не екендігін біліп алайық. Мінездеу адамның сыртқы келбеті, жүріс-тұрысымен бірге ішкі жан дүниесін, жақсы жаман қылықтарын, мінезін суреттеу. Тура мінездеу кейіпкердің мінез құлқын айнытпай сол қалпында баяндау. Жанама мінездеу дегеніміз оған қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып көрсету. Жақсы балалар, сіздерге мінездеудің түрлері түсінікті болса, әрі қарай тапсырмамыз осы тақырыпқа беріледі. Шығармадағы кейіпкерлердің Жаңыл, Оразымбет, естеміз екендігін айтып өттіңіздер. Енді осы кейіпкерлерге тура мінездеу, жанама мінездеу жасайсыздар. Жақсы балалар, жарайсыздар. Енді сіздерге әрі қарай 3-ші тапсырмамыз бүгінгі тақырыпты қорытындылау мақсатында беріледі. Жақсы балалар, олай болса, жасырын тапсырма әдісіндегі сандарды таңдайсыздар. Жапан даладағы нардың боздауы күйші естеміске қалай әсер етті? Бірінші санды таңдағандарыңыз осы сұраққа жауап бересіздер. 2 санын таңдаған білім алушылар түйенің жас ерекшелігіне қарай қандай түрлерін білесің деген сұраққа жауап бересіздер. 3 санын таңдағандар күйші қара шүйге келгеннен кейін қандай сезіммен толғанысқа тап болды? 4. Жас дос, шығарманы қалай аяқтар едің? Мінекей балалар,
осы тапсырмаларға мұқият жауап берейік. Жарайсыздар балалар. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабағымызды аяқтамас бұрын бүгінгі сабаққа кері байланыс беріп өтейік. Аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы. Бүгін мен не білдім? Мен үшін не қиын болды? Маған тапсырма орындау оңай болды. Осы сөйлемдерді толықтырып, өз ойларыңызды жазасыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.